Сәлеметсіздер ме, құрметті Әділқазы мүшелері? Мен Ақмола облысының білім басқармасының Жақсы ауданы бойынша білім бөлімі Жаңақима ауылының Ғабайдолла Абдрахманов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 6-шы сынып оқушысы Серикова Сезім. Назарларыңызға мектебіміздің экологиялық мұражайын таныстырғым келеді. Мұражай 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім ақпарат тану бөлімі. Мұнда оқушылар қоршаған ортаны қорғау барысында ақпарат құралдарымен танысады және оны жүзеге асырудың жолдарын анықтайды. Екінші бөлім тұрмыстық қалдық заттар бөлімі. Бұл бөлімде тұрмыстық қалдық заттарына екінші өмір сыйлап, сәндік бұйымдар жасап қолданысқа ұсынамыз. Үйдегі тұрмыстық заттарды лақтыруға асықпаңыз. Өйткені енді сіз бөтелкелерден тағы да басқа тұрмыстық заттардан не жасауға болады екенін білесіз. Мүмкін біздің жобадан кейін ойланарсыз. Және сіз қол өнердің қандай да бір түрімен айналысқыңыз келсе, сонымен бірге екінші реттік материалдың қызмет ету мерзімін ұзартасыз. Пластикалық бөтелкелер бүгінде барлық жерде бар. Өйткені оларсыз аңызға айналған Кока-коланы, сергітетін квас, тәтті минералды су, қарапайым ауыз суды елестету өте қиын. Және де мұражайдың 3-ші бөлімі диалог алаңы. Мұнда оқушылар кітап оқиды және интернет көздерінен ақпарат алады. Сонымен қоса, YouTube'да менің өз каналым бар. Онда сіздер бұйымдардың жасалу жолдарын көре аласыздар. Мұражайдың 4-ші бөлімі ғылыми ізденістер. Назарларыңызға мектеп оқушыларының ғылыми жобаларын ұсынамыз. Нәтижесінде Ибрашева Жасмина, Асылкулова Мадина, Жабакина Диана, Мұрат Шалғаз және мен аудандық облыстық кезеңдердің жеңімпаздарымыз. Халқымыз ата мекенін асылындай аялауды атадан балаға мирас еткен. Ендеше қазақ даласы көл қоқыс қоймасы емес. Бүгінгі ұрпаққа айтар ұлағат туған жерімізді сақтайық, аялайық және оны таза сау күйінде келесі ұрпаққа жеткізу біздің халықтық мүддеміз және перзенттік парызымыз. Назарларыңызға рахмет.